Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей Тортай мінер Ақбозат әңгімесінің тақырыбы мен идеясы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатымен таныс болайық. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Сабағымызды бастамас бұрын мына бейне үзікке назар аударайық. Жазушы Оралхан Бөкейдің апамның астауы, Тортай мінер Ақбозат, тоқадан қалған тұяқ, күлпештің ұршығы, қасқыр ұлыған түнді, бура, кер бұғат әңгімелері қаламгердің осы жанрдың хас шебер екендігін танытады. Оралхан Бөкей әңгімелерінің алтын арқауы, ауыл өмірінің шындығы, замандастарының тыныс тіршілігі. Осы сипаттағы шығармасының бірі Тортай мінер Ақбозат әңгімесі. Бұл әңгімеде балалық шағында жазушының өміріне әсер еткен оқиға баяндалады. Соғыс аяқталғаннан кейінгі ауылдың көрінісі, халықтың тұрмыс тіршілігі, әсем табиғат көріністері шынайы суреттеледі. Қаламгер Тортай атты ауыл баласының жан дүниесін, арманшылдығын, достыққа адалдығын терең сезімталдықпен бейнелейді. Қой аузынан шөп алмас жуас жатқан шақтау Тортай, жастайынан жетімдік көрген, тойып тамақ ішпеген, ауыл малын бағатын бала, өзі бала болып көп ойнамайды, кітапты баса алмай оқиды және әңгімені жақсы айтады. Оның барлық ертегісі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталады. Жазушы әңгімеде Тортайдың ой қиялы арқылы оның адамгершілік қасиетін ашып, жан дүниесін, достыққа адалдығын терең сезімталдықпен бейнелейді. Өмірге енді ғана араласа бастаған асқақ сезімді арманшыл баланың бейнесі оқырманды бірден баурап алады. Оның арманы оқуын жалғастырып, кітап жазып, жазушы болу. Құлағының мүкісі бар жетім бала Тортай оқуға қаншалықты ықыласты болғанымен арманына жете алмайды. Тортай өзі қиялдаған Ақбозатқа міне алмады. Бұл өмірдің ащы шындығы. Оралхан Бөкей осы шағын әңгімесіндегі Тортай бейнесі арқылы айналаға зор мейірім мен үлкен жауапкершілікпен қарайтын, адам баласын пәктікпен тазалыққа, адалдық пен мейірімділікке, ізгілікке баулайтын ізгі жанды әспеттейді. Оқушылар, алдыңғы сабақта сіздер Тортай мінер Ақбозат әңгімесін оқып, әңгіменің сюжетімен таныс болдыңыздар. Ендеше мына төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Тортай неліктен арманына жете алмады? Тортайдың автор үйіне келудегі мақсаты не? Автор неге орнынан тұрып Тортаймен амандаса алмады? Тортайдың Ақбозатқа міне алмауына кім кінәлі? Әңгіме неліктен Тортай мінер Ақбозат деп аталады? Сендер әңгімеге қандай атау берер едіңдер? Оқушылар, сұрақтарға жауап берген болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды мына берілген жауаптармен тексеріп көріңіздер. Әңгіменің атауы Тортай мінер Ақбозат. Тақырыбы жетім өмірі. Идеясы жас бозбаланың биік арманның соғыс салдарынан орындалмай қалуы. Кейіпкерлер Тортай фермер баласы. Қай кезеңді суреттейді? Соғыстан кейінгі жылдарды. Әңгіме немен аяқталады? Тортай арманына жете алмады. Ендеше келесі тапсырманы орындаңыздар. Соғыс жылдарындағы балалар мен қазіргі балалардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдаңдар. Тортай тәрізді балалар қазір де кездесе ме? Оқушылар, бұл тапсырманда дұрыс орындады деген ойдамын. Үйге тапсырма. Вен диаграммасын қолданып, Тортай мен Аянды салыстырыңыздар. Оқушылар, сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.